Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгінгі кезекті қазақ руы бұл Қаңлы туралы болмақ. Қаңлы ұлы жүз құрамына кіретін қазақтың руы, ұраны бәйтерек болып келеді. Бұлар қара қаңлы, сары қаңлы, қызыл қаңлы, қаспан қаңлы деген аталарға бөлінеді қаңлылар. Енді Қаңлы туралы деректемелерге келетін болсақ, бұның тарих туралы жазба деректер аз емес. Олардың ішінде біраз зерттеу жүргізетін бұл орыс шығыстанушы Аристов болатын. Соның еңбегі өте құнды болып табылады. Ол өзінің еңбегінде айтады, қаңлылар бұл дулаттар тәрізді ежелгі түркі руы дейді. Бәлкім Авестада дейді, болмаса жаңағы Махабхаратада қаңқа деген есіммен аталынып жүргендер осылар қаңлылар шығар деген Аристовтың өзінің тұспалдауы бар. Енді түсінікті болу үшін айтайын, Авеста дегеніміз бұл Зороастризм дінінің жаңағы ілімі болатын. Сол жерде қаңқа деген атпен бір тайпаның аты аталынады, және Махабхарата деген бұл үндінің жыры. Сол жерде де осы қаңқа атымен елдің атының аталынатынын айтады. Соны Аристов тұспалдап тұр ғой. Енді осы сол ежелгі жаңағы қаңлылардың атауы болуы әбден мүмкін дейді. Қытайлардың біздің жыл санауымызға дейінгі 1,5 ғасыр бұрын Сырдариядағы Зеравшан мен Амударияның төменгі ағысындағы ұсақ отырықшы аймақтары бағынатын Кангюдің ұлан байтақ иелігі туралы жазған болатын. Енді бұған дейін біздің қазақ ауыз жаңағы шежірелеріне сүйенетін болсақ, ол жерде қазақ ауыз шежірелері бізде жазусыз ертеде болған жоқ, және де белгілі ерте жаугершілік замандарда параллельный источник деген болады, яғни қосымша мәліметтерді тексеруге мүмкіншілік болған жоқ. Яғни Қытай болмаса парсы өзге елдің архивтеріне барып солардың ежелгі саяхатшыларының жазғаны туралы оқуға мүмкіншілік болған жоқ. Ал қазір ондай мүмкіншілік өте үлкен, сондықтан қазір уже жаңадан мәліметтер табылып жатыр. Кіші хандар дәуірінде дейді 221 жылдары Кангю мен қаңлылар арал мен Каспий теңіздерінің аралығындағы аландарды билеп төстеп отырды дейді. 568 жылы Византия елшісі Земарх түрік ханына келіп, бұл кезде Халият аталатын түрік қаңлыларының жерін басып өткен дейді. 11 ғасырда Мәуереннахр мен Батыс Азияны жаулап алған селжүктердің өздері қаңлы болмаса да, Рашид-ад-Дин атап өткенде, Рашид-ад-Диннің өзі 13 ғасырда өмір сүрген, шамамен 1247 жыл дүниеге келіп, 1318 жылдың 18 шілдесінде Тебриз қаласында дүние салатын Хулагулар мемлекетінің мықты білгір тарихшы премьер-министрі болған азамат болатын. Сол өзінің еңбегінде айтады, осы жаңағы селжұқтар әскерінің көп бөлігін, негізгі сүйегі дейді, костягын қаңлылар құрған болатын дейді. Жаңа бала шағындағы соңғы қарлық билеуші 12 ғасырдың екінші ширегінде өзін қаңлы шабуылынан қорғау үшін қарақитандардың гурханын көмекке шақырған болатын. Сонымен қатар мысалы 13 ғасырларда басында Хорезм деген мемлекет болған, соның жаңа Шыңғыс хан басып алатын Хорезм мемлекет, соның билеушісі болатын. Алладин II Мұхаммедтің қосынына Талас өңірінен 10 мыңдаған қаңлы қызметке келіп кірді дейді. Ал 1200 жылы дейді, кейін елші Буксин Шыңғыс ханға баратқан сапарында жаңағы Мәуереннахрда кездескен қаңлы рулар туралы жазып кетеді. Және қаңлыларды планы Карпини жаңа құмандардан кейін қаңлы елімен жүріп өткен болатын. Одан кейін Вильгельмде Рубрук 1258 жылы бұл көшпелілер ата жұртын басып сапар шеккен болатын. Ақсақ Темір кезінде де қаңлылар сырдың оң жағасын жайлап отырды, бірақ саны ол кезде көп емес еді дейді. Ғасырлар бойы жаңағы ортасынан оңтүстік пен батысқа басым көпшілігі аттандырып отырған болған болатын. Өйткені Европаға құйындай тиген ғұндар мен қыпшақтардың жауынгерлері өздерімен бірге қаңлыларды да солай қарата ерте кеткен дейді. Яғни қоныс аударып, жаңағы қаңлылар жерден жер аударып отырып, біраз бөлігі
ауып кеткен болуы мүмкін дейді. Сондықтан ата жұртындағы билігі қаңлылардың әлсірейді да шығыстан дулаттар мен солтүстіктен қыпшақтар қыспағына ұшырайды да қаңлы мемлекеті өзінің өмір сүруін кейінгі кезде тоқтатқан дейді. Сырдарияның орта ағысындағы жағалауға ығысады. Одан қалды қазақ қырғыз одағында қаңлылар аз ру болып қосылады. Себебі олардың көпшілігі мынау ерте қазақ хандығы құрылған кезде 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың басында Әбілқайырдың немересі Шах-будақтан туған Мұхаммед, қазақтардың бас қарсыласы Мұхаммед Шайбаниға еріп Мәуереннахрдың өңіріне аттанып кетеді. Сол жақта Бұхар хандығының негізін қалай Темір әулетіне ары қарай ысырады да Бұхар хандығының негізін қалаған болатын. Сондықтан олар көбісі қалып кетіп, өзбек деген халықтың негізін қалайды. Енді қырғыз қайсақ хандары мен сұлтандарына сарай күзетшілері мен қосындарының басты құрамы, яғни төлеңгіттерді бере отырып, қаңлылар бүкіл қазақ даласына тарап кетеді. Қазіргі кезде жекелеген рулық топ ретінде Ташкент өңірінде кездесіп қалады. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында жаңағы белгілі шығыстанушы ғалым Арис көрсеткендей, қаңлылардың рулық тобы Ташкент өңірінде төңірегінде ғана емес, сонымен бірге Жетісу, Қапал, Верный өздерінде төңіректерінде қоныстанғандығы туралы жазып кетеді. Қаңлы руының тегі туралы орыс этнографы Харузин деген азамат та өз еңбегінде біраз ғажайып аңыз әңгімелер жазады. Ол айтады, қаңлы тайпасы бір кездерде жалайырлар сияқты жеке ру болып өмір сүрді дейді. Қаңлы атын Рашид ад-Диннің айтуынша, Рашид ад-Дин айтады, Оғыз ханы дейді, өз туыстарымен билік үшін болған шайқастың негізінде осы Оғыз ханды қолдаған түркі рулары қаңлы болатын дейді. Олар малды жеу, өз жаңағы қал-қадірінше арба жасайды да оны түріктер арбаны қаңлы деп айтқан дейді ерте заманда дейді. Қаңлылардың шығу тегі туралы сонымен қатар 17 ғасырда өмір сүрген Хиуаның билеушісі болған Әбілғазы Баһадүр де келесідей бір аңыздарға сүйенеді. Ол кісі де айтады, Оғыз хан барып татарларға соғыс ашты дейді ғой. Татар ханы сан мың әскермен оған қарсы шықты. Олар шайқасып, Оғыз хан кенеттен шабуыл жасап, татар қолының бытшытын қылтыды, бытшын шығарып жіберді. Сонда Оғыз жаңағы татарлардан түскен олжаның көптігі сондай, оны артып алып кететін көліктің реті келмейді ғой. В общем айтқанда көлік жоқ. Сол кезде сол жаңағы Оғыз ханның әскерінің құрамындағы бір жігіттің қолынан епсиіп келетін қолы іскер жігіт екен дейді. Сол азамат ойланып толған арба жасап шығады ғой. Бұрын енді арбаның аты болмаған, олар арба көрмеген. Соған қарап қасындағы азаматтарды апыр-топыр арба жасайды да бүкіл жаңағы түскен олжаны, соғыстан түскен олжаның бәрін арбаға артып өз елдеріне қарай алып кетуге үлкен мүмкіншілігі туған дейді. Сол жаңағы ол кезде енді арбада не жоқ, жаңағында подшипник жоқ қой, дөңгелек айналған кезде дауыс шығармай отыратын. Сондықтан арбалардың бәрі дөңгелегі ағаштан болған, темірге сүйкелгеннен кейін қаңқылдап дауыс шығаратын болған. Сонда арба жүргенде қаңқ деп дауыс шығарып отырған. Соған қарап жаңағы арбаны қаңқ деп атап кетеді ғой, ал оны жасаған адамды қаңқылы деп айтқан дейді. Бұл енді аңыз бойынша ғой енді. Сондықтан сол жаңағы қарбаны жасайтын адамның үрім бұтағының барлығы қаңқылы аталып кеткен, яғни қаңлы аталып кеткен деп Әбілғазы Баһадүр өзінің жинақтаған аңыз әңгімесінде атап кетеді. Одан бөлек белгілі шығыстанушы, ғалым, түрколог, ислам танушы, тарих ғылымдарының докторы болған академик Василий Владимирович Бартольд те өзінің еңбектерінде қаңлылар туралы біраз мағлұматтар қалдырған болатын. Ол айтады, құмандар мен қыпшақтар дейді. Құмандар мен қыпшақтардың түйісуі соңғылардың қаңлылармен жақын туыстығына ешқандай күмән туғызбайды дейді. 11 ғасыр мен 12 ғасырдағы мұсылман жылнамашылар қаңлы мен қыпшақ сөздерін синоним ретінде қолданылады дейді. Екеуін яғни егіз ұғым деп қабылдаған. Қай жерде қаңлы аталынады, сол жерде қыпшақ аталынады деген сияқты. Егер қангеу мен қаңлы атаулар өзара жақындастыруына мүмкіндігі болса, ол бір кезде түрік халқының ең батысын жайлаған негізгі тайпалар қаңлылар болып табылады дейді. Одан әрі жаңағы ғалым айтады, бәлкім осы қаңлылардың өнері шығар дейді. Қара қырғыздардың сөз сауыптауы қырғыз қайсақтарға, яғни Енисей түріктерінің тіліне қарағанда әлдеқайда жақын тұратын дейді ғой. Қара қырғыз халқының құрамына енген қаңлы мен қыпшақтар туралы Аристов та жазған болатын. Одан басқа қаңлы жұртының мекені бір кезде қиыр шығысқа қарай солып жатқан жайында да бірқатар деректер жаңағы келтіріп кетеді. 12 ғасырдың басында қаңлылар қарлұқтармен бірге Баласағұн қаласына үлкен қауіп төндіреді. Бұл жөнінде 13 ғасырда өмір сүрген белгілі тарихшы
бұл да құлағулар мемлекетінің белгілі тарихшыларының бірі болған, өзі шамамен 1226 жылы өмір сүрген, өмірге келген Алладин Атамәлік Жувини өзінің еңбегінде жазып кеткен болатын. 13-ші ғасырда Алмалықта құрылатын түрк иелігінде қаңлылар құруы әбден мүмкін дейді. Соңында Рашид ад-Дин айтады, қаңлылар Наймандар жерінде ертістің жоғары жағында тұрды деп айтады. Енді қалай болғанда да Аманжолов айтады, мына Қашқаридың еңбегіне сүйене отырып, Қашқари еңбегінде қаңлылар туралы бір ауыз жаңағыдай еш нәрсе жазған жоқ дейді ғой. Тек қана ол жазды дейді, Қашқари дейді, қаңлылар дейді, қыпшақтардың ұлы адамдарының бірі деп жазып кеткен дейді. Соған қарап енді бұл қаңлылармен көп кездеспесе керек дейді Махмұд Қашқари жөнінде. Сондықтан бұған онша тоқтай бермейді. Одан бөлек Гордлевскийдің зерттеуінде ол айтады, оғыздар заманына дейін де елде түркілендіру саясаты жүрген болатын дейді. Қалаш, Қарлық, Қаңлы қыпшақтар көптен бері елдің түз тұрғындарын өздеріне бағындырды деп жазады ғой. Сондықтан бұл жаңа Махмұд Қашқарида кездеспей қалуы, ол енді қаңлылардың болмады дегеніне мүлдем келмейді дейді. Одан бөлек Шыңғысхан шапқыншылығының кезінде 13-ші ғасырда Шыңғысхан әскері Самарқан қаласын қоршаған кезінде сол жерде 40 мың парсылармен бірге қаңлы әскерлер Самарқан қаласын қоршап тұрды. Бұның өзі қаңлылардың ежелгі мекені, яғни Шыңғысханға еріп келген өзге де тайпаларға қараған кезде, Қоңырат, Жалайыр, өзге тайпаларға қарағанда қаңлылар ежелден бері сол жерді мекендеп келе жатқан ежелгі тұрғындар екендігін айтпаса да тайға таңба басқандай көрсетіліп тұр. Бұдан әрі Әмір Темір жорықтарында айтылғандай, олар Жошы ұлысында Сырдария мен Талас арасында кездесіп қалады дейді. Бұны жазып қалдырып отқан жаңағы Хиуаның ханы болатын 17-ші ғасырда өмір сүрген Әбілғазы Баһадүр хан болатын. Қазақтардан басқа түрік халықтарының арасында қаңлыларының бар екендігін ескеру керек. Мәселен, Алтай мен Енисей түріктерінің ішінде, сонымен қатар сақалар арасында қаңғылардың өз қандастарынан өте ертеде бөлініп кеткен ежелгі тайпалар екендігін баса айтып кету керек дейді Мұхамеджан Тынышпаев өзінің жаңағы қырғыз-қазақ халқының тарихына қосымшалар атты құнды еңбегінде де қысқаша бірақ толық қисынмен қаңлы тарихын зерттеген ол кісі айтады. Қаңлы дейді Қытайларға Кангю атымен біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші ғасырда мәлім болған деп жазады. Дау жоқ дейді, Қаңлы Сырдария өзенін мекендеген түркі руы дейді. Самарқан, Бұхара, Хорезм өңірінің барлығы қаңлыларға бағынып отырған дейді. Біздің дәуіріміздің алғашқы жылдарында қаңлылар ғұндармен бірігіп, үйсіндермен Қытайларға қарсы соғыс ашқан болатын. 6-шы ғасырда қаңлыларда 4 доңғалақты арба болған дейді. 10-шы ғасырда қаңлылар арасынан Сүйілжік әулетінің негізін салатын Сүйілжік деген біреу қара үзіп бөлініп шығады дейді. 12-ші ғасырдың 2-ші жартысы мен 13-ші ғасырдың 1-ші жартысына дейін Сырдарияның жоғарғы жағы мен Кіші Азияда қаңлылар билік құрып отырды дейді. 11-ші ғасырдың басында бұл рудың Халарлы атты бір бөлшегі Арменияға қарай қоныс аударып кетеді дейді. 13-ші ғасырда болашақ сол Осман империясының негізін қалайтын азаматтар бәлкім осы қаңлы тайпасының өкілдері болуы әбден мүмкін деп айтатындары да бар. 12-ші ғасырда қаңлылар Шу өзенінің бойында ұшырасады дейді. 10-ші ғасырда Мәуереннахрда Басакөк деген түріктердің ең көбі қаңлылар болатын дейді. Содан бастап Мәуереннахр Түркістан деп атала бастады дейді. Ал Хорезм шахы Мұхаммедтің дәуірлеп дүркіреп тұратын шағында дейді Түркістанда қаңлылардың дегені жүріп, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болып тұрған дейді. Хорезм шахтың анасы болып келетін Теркен қатынды да қаңлы деп айтатын деректемелер бар. Бір жағынан оны жаңағы Қыпшақ деп айтатындар да бар, қаңлы деп айтатындар бар. Сонымен қатар Шыңғысханға Алтай қатты қарсылық көрсететін 1219 жылы Отырардың билеушісі болатын Қайыр ханды да қаңлы әрі Қыпшақ деп айтатындар бар. Бұның барлығы осы жоғарыда айтып кеткенде осы екі тайпаның егіз ұғым екендігін тағы да бір дәлелдеп өтсе керек дейді. Енді Хорезм шахтың Шыңғысханға қойған әскерінің басым көпшілігі
қаңлылар болатын дегенде жаңағы деректемелер кездесіп қалып отырады. 13 ғасырда Плана Карпини мен Рубрук қаңлылар жермен өтіп, олардың қонысының Сырдарияның төмен қағысымен Қарақұмда кездестіргендігін жазады. Әмір Темір жорықтарынан біз олардың 14 ғасырдың аяғында Жош ұлысының бір бөлігін құрап, Сырдария мен жаңағы Талас арасында көшіп жүргенін білуге болады. 17 ғасырдың басында Ташкент уезінде тұратын қаңлылар мен қатағандар Тұрсын ханның жаңағы билігінің жаңағы басты опора дейді, жаңағы басты күші, қуаты деп айтсақ болады. 1627 жылы қазақтың ханы Еңсегей бойлы Ересім оңтүстік өңірде қазақтарды тонаған үшін Тұрсын Мұхаммед ханды, яғни Тұрсын ханды өлтіріп, қаңлы мен қатағандарды қырғынға ұшыратқан кезде олардың бір бөлігі сырдың арғы бетіне бас сауғалап, қалғандары Шанышқылы атын алып, қатағандар қайтып қаңлыларға келіп қосылған дейді. Бастыру өз еңбегінде қаңлылардың ежелгі тайпа және олардың түркі тілдес екеніне ешқандай күмән келтірмейді. Қаңлыларды біраз зерттеген ғалымдардың бірі Әбдуәли Қайдаров болатын, өзі де қаңлыдан шыққан. Енді бұл қазақ энциклопедиясында біраз мақалалар жариялаған болатын. Бұл мақаланы жазу үстінде ол жоғарыда көрсетілген және көрсетілмеген лингвистикалық деректерді мұқият зерттейді. Қайдаров, Аристов және басқалардың ізін алып, басқада мағлұматтарда кездеспейтін қаңлы руының тайпалық құрылым беріп, қысқаша тарихына тоқталып, олардың ежелгі түркі тілдес халық екендігіне ешқандай күмән келтірмей баса салмақ салып айтады. Қайдаровтың тектану кестесінде қаңлылардың атасын ол Майқы би деп айтады. Қаңлы руы сары қаңлы, қара қаңлы болып екіге бөлінеді. Оның үстіне Сырдария мен Жетісу қаңлылары да осылай бөлінетін. Ұлы жүз төбеден таратсақ, одан бәйтерек, одан қаңлы, одан қанғожа, қанкөжек, келдібек, келдібектің бірінші әйелі сары бәйбішеден сары қаңлы, олар бес ата болып келеді дейді. Ақбота, Ақынқожа, Телқожа, Омыртқа, Миям және қара қаңлы дейді. Олар жаңа алты ата болып келеді. Тоғызбай, Онбай, Тоғанай, Бақа, Батырақ, Қара сияқты Жетісу қаңлылары сары қаңлы бес ата болып келеді дейді. Әлсейіт, Түрке, Шоқпар, Құйысқансыз және Шанышқылы дейді. Және қара қаңлы алты ата Ерезен, Қаспан, Еңке, Танта және Оразымбет, Бақа дейді. Бұл ата текті салыстырып, Қайдаров Жетісу қаңлыларының атасы Сырдария қаңлылары болып табылады деп қорытынды жасайды ғой. Енді Жетісуда қоныстанған қаңлылардың кейбір рулық тобы ақ қаңлы және қызыл қаңлы болып бөлінеді. Осы жаңағы қызыл қаңлыларды сары қаңлылардың бір тармағы жаңағы Телғожа атасының ұрпақтары деп айтатындар да бар. Сонымен қатар Қайдаров сары қаңлы, қара қаңлы, ақ қаңлы, қызыл қаңлы этнонимдердің бірігу салдары туралы пікірі де өте жаңағы орынды болып шығады. Және де қаңлылардың бұрынғы анау Қангют мемлекетіне, қаңлылар хандығына ешқандай қатысы жоқ деп айтатындар да адамдар болған. Мәселен, белгі этнограф Жданов та айтады, жаңағы біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырдағы өмір сүретін Қангюларға қаңлыларды апарып тіркеудің ешқандай қисыны жоқ. Ол бір-біріне ешқандай қатар келмейді, бір-біріне дұрыс емес, ол бір-біріне жақындату оны дұрыс емес деген сияқты өзінің зерттеу пікірін айтқан болатын. Бұл түсінікті жағдай. Енді анау Қангүлей болса, мынау қаңлы ол келмей қалды деп айтатындар бар. Мысалы, дулаттарды да дулуға қоспайтын ғалымдар бар, оны дулуға қосатын ғалымдар бар. Дулаттарды Моғолстанда өмір сүрген дулаттарды Моғолстанда өмір сүрген дуглаттарға қоспайтындар да бар. Ойбай, дуглат пен дулаттың дым қатысы жоқ деп айтқан ғалымдар да бар. Бірақ оны қолдаған ғалымдар да бар. Дәл сол сияқты бұл жерде де сондай Ждановтың пікіріне Бастров деген ғалым қарсы шығады. Мен сөз жоқ, Ждановты құрметтеймін дейді. Бірақ енді ежелгі қаңлылар мен қаңлылар әрине оларды бір көрмеу өте дұрыс емес дейді. Олардың жаңағы өмір сүру уақыты бәрі бірдей болғандықтан, одан өзге рудың тарамағандығынан оларды солардың ұрпағы деп айтуға толық болады деп жаңағы Бастров айтып кеткен болатын. Сонымен қатар қаңлылар 18 ғасырдың аяғында құрылған Ташкент хандығының, дербес Ташкент хандығының негізгі
арқа сүйер күші болған болатын. Ташкент хандығының негізін Шайхан Тауырлық Жүніс Қожа есімді қожа азамат негізін қалайды. Сөйтеді да осы Жүніс Қожаның әскерінің басты күшіне айналған осы қаңлылар мен шанышқылылар болатын. Соларға арқа сүйеген Ташкент хандығының 18 ғасырдың аяғындағы басты әскери күші қаңлылар мен негізінде осы шанышқылылар болған болатын. Кезінде Қоқан хандығына үлкен қарсылық көрсетіп тайталасып соғысатын осы екі тайпаның өкілдері болатын. Қазақ халқының да өсіп өркендеуіне атақты азаматтар көп шыққан. Қаңлылардың ішінде мысалы айтатын болсақ, өзіміз жақсы білеміз ғой, қалай аты передачаның аты, айтуға оңай деген передачаны жүргізетін Бейсен Құрманбек мысалы осы қаңлы тайпасының өкілі болатын. Ол кісі қайтыс болып кетті 20-шы жылдар ма. Одан кейін белгілі қазақ ғалымы Қаңлы Жүсіп деген атпен белгілі. Қазақта Жүсіп атымен ақындар өте көп болған. Сондықтан бір-бірінен айырып отыру үшін оларды руымен атап отырған. Кете Жүсіп, Қаңлы Жүсіп, Мәшһүр Жүсіп деген сияқты осындай атаулармен атап отырған болатын. Одан кейін барып жаңағы осы қаңлыларды зерттеп жүретін өз Қаңлыдан шыққан Әбдуәли Қайдар азамат бар, филология ғылымдарының докторы ғалым. Тұрым би деген азамат бар. Және жаңағы кезінде не болды ғой, біздің премьер-министр болатын Әлихан Смайылов болатын. Рахметолла Райымқұлов, Ақтоты Райымқұлова, Тоқаш Бердияров, Талғат Айтбай, Қалаубек Тұрсынқұлов, Садық Аманжолов, Сатыбалды Айтмағанов сияқты азаматтар осы Қаңлы тайпасынан шыққандар болатын. Сонымен ағайын, бүгін қысқа ғана Қаңлыға арналған тарихымыз осымен тәмам. Дауысым қалай естілген білмеймін, тамақ ауырып тұр, сондықтан да сәл дауыстан ақау болуы мүмкін.